Ассалаумағалейкум қазақ елі. Тарихи адамдар арқылы келешек ұрпақ ата-бабалар дәуірін, қазақ ұлтын ешкім кеміте алмайтын тарихи болмасын, данада бірегей кескін келбетін анықтайтын факт біліп жүрейік. Берісі Ақтөбе өңірі, арысы кіші жүзге ерекше болмыс бітімімен, білігімен, дегдарлығымен белгілі болған Былшықбай Сейітұлы. Дегенмен дерек аз, бірақ бидің есімі алысқа жайылған даңқы халықтың санасында сақталып қойған. Былшықбай заманын бүгіндері мүлде ұмыт болған қазақы болмыс пен ұлт ұстанған рухани, мәдени құбыланы қазақы қоғамдағы табиғи үйлесімді елестете алатын саналы кісі үшін ол қазіргі ресми кеңселер беретін лауазымдардан әлдеқайда жоғары тұрғатын тұлға еді. Қазақ өз құнарынан адаса қоймаған сол дәуірде көрінген кісі би атанбайтын, оны еш бұйрық не өкім би ете алмайтын. Бұл үшін халықтың тарихын, философиясын, ұлы өнегелердің шежіресін даналық дәрежеде игеру қажет еді. Былшықбай сондай тұлға. Бергі төртқара әлем ішінде ғана емес, күллі кіші жүз көлеміндегі санаулылардың бірегейі, замандастары мойындаған кіші жүздің кенже биі. 1860 қазіргі Әйтеке би ауданының Аралтөбе ауылының маңында ұлы ырғыздың негізгі бастаулары бірігіп, үлкен өзен болып ағатын тұста Өтеш саласының бойында отырған әлем ұлы арысы Төртқараның Құламанның атақты байы Айбынды азаматы Әбдібайдың Сейітінің шаңырағында дүниеге ұл келді. Бұл жасы 60-қа жақындағанша ер баласы болмай жүрген Сейіттің жүре жарарлықтай қуанышы еді. Сейіт түгендегендей бай ғана емес, сол тұстағы бауырлас Төртқара бес шектіге сөз жүретін, ел ұстаған ерлермен үзеңгілес дос, сыйлы, парасатты кісі болатын. Әйгілі Көтібардың есеті бірде заманда сырласы Сейітке: сен ұнжырғаңды түсіре берме, Алла қаласа ұлды боласың, ұлың дана, атақты адам болады, мен түс көрдім. Түсімде сенің отыңнан бір бәйтерек өсіп, шаңырағынан шығып мәулеп тұр екен депті. Атақты батыр Арқалы әулие есеттің түсін айнымай келген деседі. Сейіт ұланасы той жасап, сыйлас ағайынға дәулетін молынан шашып, игі жақсылардың басын қосып, батасын алып, зарығып көрген ұлының атын Құтаяқ қояды. Сол Құтаяқ бетін ешкім жел болып тимей еркін өседі. Сөзімен, қылығымен тілеулес жұрттың бәрін қуантып жүреді. Құтаяқ 7 жасқа толғанда Сейіттің үйіне арнайы құтты болсын айтып, Есет батыр келеді. Күзгі уақыт болса керек. Сыйлы қонағы Есеттің тобымен, бабымен жайлап отырған Сейіттің қойына қасқыр шабады. Жұрт дүрлігеді. Сыртқа ұмтылғандардың бірге Есеттің атқосшысы да шығуға ыңғайланады. Сонда батырдың қасында отырған бала Құтаяқ әлгінің шалғайын ұстап кідіртіп: тәй, қасқыр шапса қойдың иесі бар, иесін сақтайтын киесі бар, кие баққан қойдай ап, қонақтың қойда несі бар деп тоқтатыпты да Есетке қарап: әке, әруағыңызға құлдық. Сәнімен сапар шеккенде, тебінімді телете тепкенде, жаныңызға сері боларлық соңғыла сырбаз серін ертпей, ең шектінің көңіл тоярлық ерін ертпей, жаман малсақ беріне ерткенің не депті. Бұл Құтаяқтың ел аузынан тараған шешендігімен, даналығымен таңдандырған тұңғыш лебіз екен дейді үлкендер. Былшықбай Сейітұлы сол тұстағы ерекше тұлға, елді өнегесімен өрге сүйреген атақты азамат. Былшықбай 20 жасының ожақ-бұжағында Былшық деп ат қойып, тағдырын болжап, болашағын дәл айтқан қобызшы бақсыға сәлем беріп, рахмет айтып, батасын сұрауға ағасы Кешотаймен бірге қос салып, орта жүзге сапар шегіпті. Көршілес Шөмеке елінің шетінен шығып, Торғай жеріндегі орта жүздің бір биінің үйіне түсіпті. Сонда би: ал жігіттер, жолдарың болсын, танымадық десе, топтың үлкені Кешотай: біз мына Төртқара деген елденбіз дегенде, оның сөзін жалғауға көртпей, би мырс етіп күліп жіберіп: апыр-ай, Төртқара деген ел болады екен-ау депті. Оның қасында отырған жасамыс шал: бұларда әлі Бесқарада бар шығар деп мысқылдапты. Былшықбай жүресінен отыра қалып: о ақсақал, мысқылыңа мұртыңа, күлкің өзіңе, сөзіңе құлдық. Қазағым қашаннан бері қара емес пе еді? Қара қазақ күнге күймеген, аязыңды сезбеген, жауға басын имеген, басқа елге жау боп тимеген ел емес пе еді? Қой басынан қорыққан келіншекте Төртқара деген сөзден үріккенің не болғаның? Көрші отырған дәрет жетерлік
жердегі руларды білмейсің. Үйіңе келген құдай қонақтардың руын мазақтап тілдейсің. Сонда сен қалайша би болғаның, қатарыңа қалай сыйлы болғаның? Отаға сен білмесең, мен айтайын. Әлемнің 6 баласының бірі Қарамашақтан туған Ораз келді. Ораз, Жаншүкір, Қараш, төртеуі бірге ер жетіп, төртеуі бірдей сөз ұстап, ер билеп, төртеуі бірге теңселіп атқа мінген соң халық Төртқара деп атап кеткен. Біз соның бір бұтағы Қарашынанбыз. Мына бос сақал мысқылдағандай, бізде елде шынында бес қара да бар. Халық бес шектіні бес қара, 6 әлемді 6 қара, 7 сала 7 рауды 7 қара деп, 12 ата байылын 12 қара дейді. Біз кіші жүздіктер үшін қара сөзі қайратты, қаһарлы, қасиетті деген үш ұғымның біріккенінде есептеледі. Шаңырағына қыдыр қонған қазағым үйіне кірген қонағын киіміне қарап қабылдап, сөзі мен ақылына қарай шығарып салмайтын беді. Басшымыздың жөн сөзін аяқтатпай, атамыздың атын мазақтап, бұл не басынғаның? Болмаса үйіме неге келді деп кіржіндеген түрің бе? Әулие аттаған ғұнбас дегендей, әруақты ауылдың ақсақал деген соң сәлем бере келдік. Болмаса айналдырған 3 адам қойшының қосынан да ас жеп жүре бермейміз бе? Деп тоқтатыпты. Бұлшықпай сөз бастағаннан көзімен жер шықып отырған үй иесі ақсақал ұшып тұрып, айналайын шырағым-ай, сай сүйегімді сырқыраттың-ау, айтқаныңның көбі дұрыс. Әлемнің жаңа талап, жас бірі Бұлшықпай бар деп естіп едім. Даусың тым ыңыранып, зорланып шығады екен. Сол боларсың ба? Бұлшық болсаң келші, бауырыма ұқсайын. Дегенде би де болсақ болармыз, деп жайған құшаққа кіре беріпті. Үй иесін 3 қонағын төрге шығарып, сыртқа шығып, жылқыдан семіз тая келуге адам жіберіп, бәйбішесіне тапсырма беріп, келіп жайғасып отырған соң Бұлшықпай, ал аға, қонысың жайлы болсын. Біз қазақ кезек-кезек сөйлеп, сөзге тоқтап, сөз аңдап өскен елміз. Жаңа ғана айтқаның дұрыс, не айтқаныңның бәрі дұрыс демедің. Көбі дұрыс дедің. Демек, менің дұрыс емес сөздерімде болғаны ғой. Соның мәнісін білейін деп едім депті. Оның рас Бұлшық шырағым, көрші отырған елдің ата тегін түгел білмедің деп менің мұқатқанның көңіліме келіп, оның мұның дұрыс емес дегім келгені шын депті. О, асыл аға, көңіліңе келсе кешірім сұраймын. Мен кіші жүздің билеріне қарап айтып едім. Олар 300-ді аталарынан бастап, қазіргі түтін бала өсіріп отырғандардың баласына дейін жаңағықтай шағып, аттарын атап, түсін түгенде отырады. Ең аяғы көрген азы, мені өзімде арғынның алтатасын түгелдей бере аламын. Мысалы, сізді айтсам, үйге түсетін болған соң көрші ауылдан сұрап алды дерсің. Мына бос сақал аға өзінің атын әкесін, атасын айтсын, үйіндегі балалардың атын айтайын деп бастап, арғын елінің аталығын таратып беріп, келесі күні сый-сияпатпен аттаныпты. Бұлшықбай Сейітұлының 1928 жылы ұсталғаны анық. Мұрат Исаболұлының әңгімесінен айқын көрінеді. Көзі ашық, өте сауатты, елде болып жатқан дүрбелең мен қоғамдағы өзгерістерден толық хабардар. Бұлшықбай Кәмпеске қарсаңындағы кеңес үкіметінің бағытын аңғарған, толық зерделеген. Дегенмен бидің ата ғайбынан аруағына сескенген белсенділер де Бұлшықбай үстінен ат ойнатарға жүрегі дауаламаған. Керісінше, кеңес үкіметінде жүргендер де оны қатты құрметтеген. Серғазы Қорғанбекұлының дерегі оны растай алады. Бұлшықбай бір күні кеселге шалдығады, жатып қалады. Түрмедегілерге сүйегімді еліме жеткізіңдер деп уәдесін алады. Ақыры атақты би кемеңгер Бұлшық түрмеде жатып, қылтамақтан көз жұмады. Түрмеге қызметкерлері уәделерінде тұрып, елден кісі шақыртады. Бірақ бидің сүйегін әкелеміз деп қараптықтан тартынып шыққандар жолда кездескендердің сөзінен үрейленіп, орта жолдан кері қайтады. Бізді де қамап тастайды деп үкіметтен қорқады. Бұл шындық. Себебі ақ пен қызылдың болып соғысқан орыстың кебі қазаққа да келіп, қазақ арасынан белсенділер шыққан кездегі биліктің сыйқы тіпті қорқынышты еді. Қаласа кісінің аузынша жау деп жариялап атып тастауы да оңай болатын. Ақыры 1933 жылы Төртқараның төбе биі, кіші жүздің кенже биі атанған Айтулы би Бұлшық Сейітұлы Әбдібай немересі біздің есімізге жылына бір-ақ рет түсетін қазақтың ең намысшыл, аршыл, халықшыл,
қазақтың қазақ болып қалуы үшін жандарын құрбан еткен ұлт пен оның жан жүрегімен есептеспейтін қанды қол билік, ұлттың құнары мен тегі жоқ билік қырып тастаған шейіттерді апарып көме салған қасіретті түйе-түймеге жерленіпті. Сүйегі қай тұста жатқаны беймәлім. Серғазы Қорғанбекұлының деректері бойынша тарихи факт бойынша осылай. Ақтөбедегі қапаста жатып теңгеге өлең хат пақылдасу жасады. Соның бізге жеткен болмас үзіндісі. Толқиды жүрек тебіренген, ал тілім сөйлеп безенген, алдымда сезем болжам мен тағдыр тұр оғын кезенген, арқаның алыс тарауы нақыштанып безенген, қан төгіп алған қалмақтан қонысы еді-ау атамның. Керуенге шығып ұлболдар, керуенге шығып қыз балдар, үйрек бір ұшып қазғонған, жүрген бір жері ду еді-ау. Алт ата әлім арқаңда өстім, шалықтадым. Адауыл ұл екенімді анықтадым. Мұз балақ, қырау қабақ болаттырнақ, бүркіттей аспанымда ойнап шалықтадым. Өл деген жерлерімде тұрып едім, болмаса талай дәурен сүріп едім. Дегенде өлдім талдым, сен болмасаң, талайды өрге сүйреп жүріп едім. Атымды балшықпай деп халқым қойған, паш еттім жоғарыға, мен төменге де. Тыңдаттым сөзімді мен найзағайдай, жетіру әлем менен шөменге де. Көп сәлем Жағалбайды баласына, жетіру табын тілеу танасына, алғандай қысылған күн панасына ередің іргең биік күл төктірген жайықтың түрлі саласына, үстіне өзім би болып барушы едім, жүк түссе екі жұрттың арасына. Басыңа бақыт құсы қонған шақта, тұлпардай топырағы заулап келмек, мертеге бақсақ қалған құбанарды ере алмай керуенге жатты меңдеп, оқ тиген ақ денемді әлсіретіп, ыңыранып сарбас қудай жаттым көлбеп. Хат жазып көңілімді көтеремін, кеткесін тұла бойды бір дерткеннеп. Адамның тұтқындағы күні құрсын, қайғымен құса болдым жүрек көлнеп. Алдыма адасқандар келуші еді, кешегі жүрген күнде жоғары өрлеп. Ащыны тұщыменен бірдей танып, дүние неше түрлі көрдім сермеп. Не келіп, не кетпейді басыңызға, тұрғандай әр тарапқа қол сермеп. Тарығып, зарыққаннан сөз қозғадым, еріккенен тек әшейін емес ермек. Көп сәлем Төртқараның әулетіне, нұры берген ел ішінде сәулетіне, ерғыны нарпылындай болжа жұмыс, аттықтап қоюшы еді жау шетіне. Түйінді кеңнен шешіп, белден кешіп, қызықтың тойып едім дәулетіне. Өтті өмір арманменен тұтқын үйде, қарай үкімет жоқ көңіл күйге. Ақырып арыстандай айға шапқан уайым қайға түсті бұлшық бейге. Жатырмын Ақтөбенің қамауында, бар болып қарсылықтың санауында. Жол беріп жігіттерді желдендіріп, жоқ едім мал-мүліктің қалауында. Белгілі түрікпеннің бедеуіндей, жерім жоқ бәйге берген жарауымда. Тағы сәлем Төртқара әулетіне, тағдырдың біз кездестік нәубетіне. Бүгінде ертең бе деп тағдыр күтіп, ажылға көзбен қастан жуып тұрмын. Аман бол, қайран жұртым, қайран елім, жазмышқа белді бекен болып тұрмын. Өшірмек біреуді үйде, біреуді түзде, бәрі де бір Алланың қалауында. Арманым еш уақытта болмас еді, сүйегім шықса барып таба болды. Біздің елдің жиі айтатын әңгімесі, Бұлшықбайдың атақты Байғабылдың асын сол көлемдегі бірнеше асты басқарған еді. Әрине ол да тарих. Бірақ біріншіден заманда күллі Төртқараның ғана емес, алты әлемнің бірінші кісісі болса, асты ол басқарманды кім басқарады? Екіншіден, бұл қазіргі біздің тойға 2 ауданның әкімі, 5 крутой бизнесмен, 3 әртіс қатысты дейтін бос текті даңғырлақта ұқсамай ма? Қазіргі жұрт Бұлшықтың бас артықшылығы сол екен деп ұғып жүрмей ме? Білмеймін. Білетінім біз үшін ұлтты ұлт етіп тұратын миллиондаған тобыр емес, сол тобырды апаттан сақтайтын аз ғана дегдарлар және соларды құбыла етуге тиіс, сол үшін ұмтылуға тиіс біздің тарихи сердеміз. Біз Бұлшықты ұмытпауға тиіспіз. Бұл ол үшін емес, біз үшін, ұрпағымыз үшін керек. Каналға тіркелеміз, лайк басамыз, алдыда әлі талай қызықты видеолармен, тарихи видеолармен, сіз білмеген сұрақтарға жауап беріп отырамыз.